Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай мраморлы печенье жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, шекер салып, жақсылап араластырамыз. Және бөлме температурасындағы сары майды салып араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, қопсытқыш, ванилин, какао салып, жақсылап араластырып, теста жасаймыз. Дайын болған тестамызды 1 сағатқа тоңазытқа қойып қоямыз. Тестамыз дайын болды. Енді домалақтап, сахарный пудраға салып, формамызға салып шығамыз. Бәрін осылай жасап шығамыз. Енді печеньемізді 170 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын.